Ирокез үнді, қызыл фонда мөр басылған. Агрессивті, тіпті радикалды, бұл сән стандарттары бойынша жас, бірақ әлемге әйгілі итальяндық брендтің беті. Дизель негізі қаланған алғашқы күннен бастап стильді, өзіне сенімді, тәуелсіз және қаржылық жағынан табысты адамдарға арналған джинс киіміне мамандандырылған ең жақсы бренд атағын алды. Ал киім жасаудың бүкіл процесі ерекше бірегейлік пен эксперименталдыққа толы. Брэд Питт пен Дэвид Виктория Бекхэм, Бритни Спирс пен Джастин Тимберлейк және тағы да басқалар сияқты көптеген жұлдыздар ай сайын гардеробын джинсы киімінің жаңа үлгілерімен толықтыруға $1000 жұмсайды. Бірақ бәр қалай басталды? Итальяндық дизель дизайн компаниясы киім нарығында өте жас болып саналады. Ал бұл бірегей брендтің негізін қалаушы Ренцо Россо есімді итальяндық кәсіпкер болып саналады. Бірақ тек қазір оны бизнесмен деп анық атауға болады. Бірақ бірнеше онжылдықтар бұрын оған күлгендер көп болды. Және бұл таң қаларлық емес. Өйткені джинсы данышпаны соғыстан кейінгі 1955 жылы небәрі 2000 тұрғыны бар Бруджино деген ауылда қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келген. Бұл елді мекен Венециядан алыс емес. Мектеп жасындағы Ренцо әкесіне үй шаруасына көмектесіп, тіпті өзі ақша тауып жүрген. Сол кезден бастап бала іскерлік рухын танытты. Бала жануарларға өте мейірімді болды. Және қоян өсіруді тез үйренді. Біраз уақыттан кейін мен көршілер мен жақын туыс достарына ұзын құлақты сату арқылы ақша табуға болатын түсінеді. Баланың жеке ақшасы болған кезде, ол оны ақылмен ойлағандай, атап айтқанда жаңа әдемі киімге жұмсағысы келді. Сәл есейіп үлгерген 15 жасар жігіт қыздардың көңілінен шығуды көздеген және жалпы көпшіліктен ерекшеленуді қалайды. Бірақ оның ауылы қайда және сәнді джинсы қайда болды? Міне, Ренцо 2 рет ойланбастан қалада материал сатып алып, 15 жасында анасының тігім машинасы мен картоннан өзіне шалбар тігіп алады. Біріншіден, оның шалбары онша жақсы емес еді, әрине. Бірақ жігіт шеберлігін шыңдауын тоқтатқан жоқ. Және бірнеше әрекеттен кейін ол сәтті болды. Біраз уақыттан кейін оның достары да оның жұмысын бағалады. Және Ренцо өзінің керемет шалбарын $1000 сатып жіберді. Десе де, шаруа қожалығында жалға алушының өмірі оңай болған жоқ. Оның үстіне жастан асқан ақылды бала үшін сонда қалу ең жақсы мүмкіндік емес еді. Сондықтан 1970 жылы жігіт отбасын толығымен таң қалдырды. Бұл тұста оның жақсы оқығанын айта кеткен жөн. Және ол өмірін кез келген бағытын таңдай алатын. Ал туған әкесі одан отбасылық бизнестің жалғасын көрді. Бірақ бәрі үшін күтпеген жерден ол Макарони техникалық институтына өз бетімен түсті. Тіпті өзінің әдеттегі саласына да емес. Онда ол өнеркәсіптік тоқыма өндірісін терең зерттей бастады. Сонымен қатар жаңа шалбар тігуді тоқтатпай жалғастыра берді. Соңғы стильге сәйкес ол кезде өте сәнді болған, төмен көтерілген клешке көбірек ұқсайтын. Оның нәтижесіне риза болған Ренцо сәлден кейін модельдермен тәжірибе жасай бастайды. Оларды тар және қысқа етіп жасау, бір жағынан бірнеше қалта тігу арқылы белді көтереді. Жалпы, қиял өте көп болды. Көбінесе дайын өнімдердің барлығын тегін таратып, достарына беретін. Бірақ оның ойынша ең табыстылары 3,5 лирге сатылған. Ол шамамен €2. Ол оқыған оқу орнында сыныптастары жігітті жиі мазақтайтын. Өйткені ол барлық уақытын шеберханада өткізген кезде басқалар бір мезгілде ғашық болып, қаланың түнгі көшелерін бағындырып, жай ғана көңіл көтерді. Бірақ Ренцо қорқақ емес еді. Ол кезде оны тек осы ғана қызықтырды. Және ол бизнеске толығымен ауысты. Ол өз тарихын жасады. Дәл осы сәтте тағы бір саңгер дүниеге келді деп кім ойлаған? 1973 жылы 18 жасында беделді білім алу үшін Венеция университетінің экономика факультетіне оқуға түседі. Айтпақшы, жігіт оқу ақысын толығымен өзі төледі. Ақша көрінгендей оңай емес.
тігін машинасымен жұмыс істеу жігітке көп ақша келмеді. Сондықтан күш қуаты мен шыдамдылығын артып, слесарь болып жұмысқа орналасады да, негізгі жұмысын бос уақытында ағаш ұстасы болып жұмыс істеді. Бірақ мұның бәрі ол армандағанда емес еді. Бос уақыты өте аз болса да, көбінесе түнде үйде станокпен тәжірибе жасап, жаңа және ерекше бір нәрсені кестеледі. Осылайша ол 20 жасқа толғанша жалғастырды. Сол кезде жігіт бұл өмірде бір нәрсені өзгерту керек екенін түсінді. Ол өзіне ұнайтын жұмысты белсенді түрде іздей бастады. Біраз уақыттан кейін сәттілік оған күлді. Кездейсоқ Ренс Молтексте жұмыс табады. Шағын итальяндық брендтерге тапсырыс бойынша шалбар өңдеумен және тігумен айналысады. Бұл аз ғана жұмысшылары бар шағын шығанақ болатын. Компанияның иесі Адриана Голдшмидт Ренцо Россоның табандылығы мен тынымсыз еңбегін алғашқы күндері ақ байқайды. Осының арқасында жас жігіт бірнеше айдан кейін компанияның бас технологы болды. Адриан өз кезегінде оның тікелей және жалғыз тәлімгері. Ренцо Молтекске келгеннен бері оның шығармашылық идеяларының арқасында компания барлық бағыттар бойынша қарқынды және жедел дамыды. Мұның бәрін өзі жасай алатынын және жеке бизнесі үшін аздап капитал жинағанын түсінген Ренцо Молтекстен кетуге шешім қабылдайды. Бірақ онсыз купе табыссыз қалуы мүмкін екенін түсінген зергер оны қалуға көндірді және тіпті орнына өз компаниясының акцияларының 40%-ын беремін деп ұсыныс жасады. Иә достар, Ренцоның соншалықты керемет болғаны сонша, бизнес иесі оны жібергісі келмеді. Барлық нюанстарды талқылай отырып, жас және перспективалы Ренцо мен Адриан 1978 жылы. Ол кезде Ренцо небәрі 23 жаста болғанын атап өткен жөн. Молтекс негізіндегі жаңа компанияны құрды. Оны Дизель деп атады. Жаңа компанияның негізгі идеясы дәстүрлі джинсы нарығына арнайы өнімдерді ұсыну болды. Әрине, бәрі біз қалағандай қарапайым емес болып шықты. Бірақ дизельдік бренд бұрынғысынша алдымен жергілікті, кейінірек ұлттық нарықта өз орнын таба алды. Мен 1950 жылы американдық арманның іске асуы Джеймс Дин Марлон Брандо Coca-Cola болған кезде дүниеге келдім. Әрине джинсы. Мен дизельдік брендті жасаған кезде мен бірден басымдылық пен бағытты анықтадым. Джинс киімдерді өндіруді бастадым. Бұл джинсы жұмыс киімдері болып саналуды тоқтатып, айтарлықтай арзанға түскен кезең еді, деді Ренцо кейінірек сұхбатында. Атауға да назар аударған жөн, өйткені ол мұнай дағдарысына байланысты таңдалған. Дағдарыс 1970 жылдардың ортасында бүкіл Европаны шарпыды. Бензин бағасының күрт көтерілуінен кейін көптеген мәселелердің шешімі үнемі дизельдік отынды пайдалану болды. Дизель атауы бензин қозғалтқыштары мен байланыстырды. Басында адамдар бұл атауды түсінбеді. Сіз бізге коллекцияңызды ұсынып жатырсыз. Брендіңіздің аты қандай? Дизель. Осыдан кейін үнемі күлкілі естілетін. Барлығы бастапқыда әзілдеп жатыр деп ойлады. Және дизельдік брендпен киім сатудың шындыққа жанаспайтынына сенімді болды. Бұл Ренцоның өз тауарларына келген адамдардан алған алғашқы әсерлері еді. Россо бірнеше жыл бойы киім дизайнын әзірлеуге және өзгертуге жұмсады. Әрқашан орта жолды табуға тырысады. Ол шығармашылық директор және дизайнер, тіпті маркетолог болды. Ол жай ғана киім тігіп қойған жоқ. Бүкіл жан дүниесін соған салды. Сол себепті де жалпы нарық үшін арзан аналогты жасағысы келмеді. Ол сапалы, бірақ қол жетімді бағаның жақтаушысы болды. Осылайша 1979 жылы Ренцо Россо дизель брендімен алғашқы ерлер джинсы топтамасын шығарды. Алдымен джинсті жұмсартып, оған кездейсоқ көрініс беру үшін Россо қатты материалды бетонға сүртті. Осылайша әрбір жеке шалбар бірегей болды. Бұл қаншалықты оғаш көрінсе де, Италия Ренцоның мұнда ерекше оғаш және тәуелсіз үлгілерін оңай қабылдады. Дизельді джинсы сұранысқа ие болды. Жас ұрпақ шебердің күш-жігерін тез бағалады және
өзін-өзі құрметтейтін әрбір дерлік дүкен иесі өз есептегішіне дизельге тапсырыс берді. Алғашқы тапсырысынан кейін 1980 жылы ол толығымен балалар киімін желісін іске қосты. Оның арқасында жылдам сапалы дизель барлық жас топтарына жетті. 2 жастан 80 жасқа дейінгі әрбір адам дизельді джинсы кие алды. Сонымен бірге 1980 жылы Genius Group бірінші дүкені ашылды. Сату көлемін ұлғайту үшін Renzo басқа европалық елдерге импорттаушылар желісін құра бастады. Көп ұзамай дизельді джинсы Ұлыбританияда, Францияда табылды және олар біртіндеп Европа нарығын толықтырды. 80-ші жылдардың ортасына қарай компанияның айналымы $4 миллион дерлік өсті. Ал 1985 жылы ол компанияның барлық акцияларын сатып алу үшін шамамен $500 мың өсті. Идеяларды толығымен басшылыққа алу үшін өзін дарынды дизайнерлер мен қызметкерлер тобымен қоршап алған Renzo сәтті өмір үшін атты алғашқы жарнамалық компаниясын ашады. Өндірісін біртіндеп арттыра бастайды. Тігінге арналған мата жоғары сапалы болды, ал аксессуарлар мен тек тапсырыс бойынша жасалды. Мысалы, жұмсақ, жасанды тозған және ескірген материалдан жасалған ерлер джинсы шамамен $100 тұрады. Бұл нарықтағы басқа модельдерге қарағанда шамамен 2 есе қымбат. Бірақ жас ұрпақ ерекше қымбат көріну мүмкіндігі үшін төлеуге дайын болды. Ал төмен бел және түп нұсқалық кесілген джинсы шалбарлардың әйелдер нұсқасы нәзік жандардың жүрегін бірден жаулап алды. Ол брендтің визит картасы ретінде джинсы жасады. Renzo жасау үшін әртүрлі әдістерді қолданған. Шеберлер джинсы шалбарды пемза тастарымен өріп, тастармен бірге машинада жуып, мақтамен әсемдеді. Сол жылы бренд ресми логотипке ие болды. Бұл Могауга бар үнді жігітінің профилі болатын. Брендтің ұраны дизель тек батылдар. Кейіннен өз сұхбатында Renzo Rosso дизельді киімдер өз пікірлерін айтудан қорықпайтын және ерекше көрінгісі келетін адамдар үшін жасалғанын атап өтті. Ал брендтің ұраны осыны баса көрсетуге арналған. Бұл бұрын сонды болмаған жетістік болды. Көптеген басқа өндірушілер бұл жігіттің шалбармен не істейтініне таң қалды. 1991 жылы Renzo өзінің джинсы киімін американдық нарыққа ұсынды. Айтпақшы, олардың айтарлықтай жоғарғы құнына қарамастан, олар дүкен сөрелерінен сәтті сатылды. Ал компанияның кірісі 90-шы жылдардың басында $4 миллион $25 миллион дейін жылдам өсті. Әрине, кез келген басқа бренд сияқты дизель жарнамаға өте мұқтаж болды. Және мүмкіндігінше таң қалдырып, оларға назар аударуға мәжбүрлейді. Мәселе мынада, сол кездегі бүкіл джинсы өмірі тек американдық Levi'стің айналасында болды. Бірақ олардың жарнамалық науқандары негізінен қызықсыз болды. Шешім DDB-ден Paradis жарнама агенттігінің ойына тез келді. Ерекше бренд әдеттен тыс жарнама, әзіл оспақ, сатира және тіпті саясат қолданылды. Осындай сәтті жарнамалық науқаннан кейін тауар айналымы 2 есеге артты. Ал американдық мәдениеттің стереотиптерін келемеждейтін бейнероликтердің өзі арандатушылық тудырғаны сонша, олардың кейбіреулерін теледидардан көрсетуге тыйым салынды. Дизельді киімдер үлкен сұранысқа ие бола бастады. Және бренд ерекше және жанжалды бренд мәртебесіне ие болды. 1992 жылы Ресей джинсы қалталарын қызыл шрифтпен дизель деген жазумен белгілей бастады. 2 жылдық табысты сатылым дизельді ең танымал брендтердің біріне айналдырды. Осыдан кейін бизнестің шекарасын кеңейту қажет болатын уақыт келді. 1994 жылы дизель 55 дизель спорттық киімдер желісін шығарды. Белсенді демалысты, экстремалды спортты, сноубордты және тау шаңғысын білушілер үшін. Кейіннен бренд бағытын баршама өзгертіп, көше стиліндегі элементтерді қалдыра бастады. Renzo керемет сәттілік толқынында болды. Оның тауарлары терезеден жарық жылдамдығымен бірге ұшып кетті.
Сондықтан логистикалық процесті кешіктірмеу және қоймалардағы тауарларды кешіктірмеу үшін 1995 жылы Дизель интернет сайтында өзінің джинсы киім үлгілерін ұсынған әлемдегі алғашқы бренд болып, өзінің фирмалық интернет дүкенін ашты. Ал 1996 жылы Нью-Йоркте, Лондонда және Римде фирмалық дүкендер ашылды. Үлкен алмадағы дүкен Levi's бутигіне қауіпті жақын жерде орналасқан. 90-шы жылдардың ортасында Levi's ақш-тағы бірінші джинсы бренді болды. Дизель жаңа әлемді жаулап ала бастаған кезде. Мен Америкадағы алғашқы дүкенімді Нью-Йоркте Лексингтон даңғылында аштым. Мен бұйымның тамаша сапасын көрсету үшін Levi's дүкенінің алыс емес жерде орналасқан жерді өзім таптым. Идея сәтті болды. Дегенмен, көбісі бастапқыда бұл әрекеттің өзінің ақымақтық деп санады, деді Ренцо. Бірақ Росстың өз себебі болды. Ол басқа джинсы дүкендерінің жақындығы, кем дегенде, бұл аймаққа қызығушылық танытқан сатып алушыларды тартатынын түсінді. Бұл тіпті қызығушылықтан болса да, әлі де танымал емес және американдықтардың көпшілігі үшін танымал брендпен оның витринасына назар аударды. Соның нәтижесінде есеп дұрыс болып шықты. Қазірдің өзінде Нью-Йорктегі дүкен сатылым бойынша ең жақсылардың бірі болып табылады. Сол кезде үлкен сән әлемінде итальяндық шағын ауылдан шыққан данышпан туралы көбірек айтыла бастады. Олар оны нарықтан шыққан жерінен қайтарғысы келмеген Ренцо жаңа топтамасындай таң қалдыруды білдірді. Дөрекі, өрескел, кейде тіпті стереотиптерді ескермейтін дизельдік стиль Америка құрама штаттарындағы жастардың жүрегін тез жаулап алды. Бұл компанияға Нью-Йорк сән апталығында подиумда жүруді сыйлады. Осыдан кейін көпшілік Ренцо туралы жаңа идеологияның бет бейнесі және жыртылған және бүлікшіл киім үлгісінің өкілдері ретінде айта бастады. Бірақ мұнымен тоқтауға әлі ерте еді. Сондықтан 2000-ші жылдардың басында Дизель көптеген халықаралық дизайнерлік брендтердің әрі итальяндық өндірушісі және дистрибьютері Staff International компаниясының барлық акцияларын сатып алды. Деним киімінің үлгілері мен желісі жыл сайын өсті. Сондай-ақ джинсы данышпаны мен жұмыс істеуге дайын компаниялардың саны өсті. 2007 жылы Дизель L'Oreal компаниясымен серіктестік құрып, Fuel for Life және Only the Brave кіретін жұпарлар желісін шығарды. Ал 2008 жылдан бастап дизельдік бренд тек джинсы ғана емес, сонымен қатар сырт киім, аяқ киім, зергерлік бұйымдар мен әшекей бұйымдарды шығарды. Көзілдіріктен амиянға дейінгі аксессуарлардың үлкен саны пайда болды. 2009 жылы төсек орын, жиһаз және үйге арналған керек жарақтарды ұсынатын үй жинау желісі іске қосылды. Сол жылы бренд түнгі клубтарда жарқырап тұратын неонды киім, аяқ киім, іш киім және аксессуарлардың ерлер мен әйелдерге арналған капсула топтамасын шығарды. 2011 жылы қазан айында Ренцо Россо Италия Республикасының 11-ші президенті Джорджио Наполитаноның қолынан еңбек кавалері орденімен марапатталды. 2011 жылы Pinarello лицензиясы бойынша шығарылған велосипедтер желісін құрды. Бұл брендтің бүкіл тарихында әлемге әйгілі компаниялармен көптеген ынтымақтастықтар болды. 2002 жылы Карл Лагерфельд Ренцо Россодан Дизель командасынан Лагерфельд Gallery желісі үшін джинсы топтамасын жасауды сұрады. 2007 жылы Джон Галлиано балалар желісін жасау үшін Дизель брендімен лицензиялық келісімге қол қойды. 2008 жылы Fiat 500 by Diesel ынтымақтастығы орын алды. Концепт-карды Роберто Джолито мен Дизель дизайнерлік тобы бастаған Fiat Style орталығының дизайнерлері әзірледі. Ынтымақтастық нәтижесінде джинсы төселген орындықтар бар модель және кейбір бөлшектерінде мохавк бейнеленген үнді бейнесі пайда болды. Көлік зәйтүн, қара және қоңыр түстерінде ұсынылды. Ынтымақтастықтың мақсаты жастық пен ерекшелік рухын білдіретін қалалық көлікті құру болды. 2008 жылы ерлер мен әйелдерге арналған
шектеулі шығарылым топтамасы Adidas Originals Denim by Diesel ұсынылды. Adidas Originals және Diesel командасының ынтымақтастығы нәтижесінде Adidas Originals және Diesel логотиптерімен безендірілген ақ кроссовкалар мен қара және индиго джинсы шалбарлар болды. Сондай-ақ Katy Perry, Warner Bros. Және Ducati компанияларымен ынтымақтастық болды. Дизельді джинсы жасаудың бүкіл процесі оның негізін қалаушының бірегейлігімен және эксперименттеріне ашықтығымен толтырылған. Көбісі біле қоймас, бірақ арнайы жуу арқылы судың жасанды құрамын алғаш рет ойлап тапқан және киілгендей джинсы шығарған Ренцо болды. Ол сондай-ақ қазіргі кезде дизельді джинсылардың барлық дерлік үлгілерінде кездесетін монеталар үшін шағын қалта ойлап тапты. Бренд сонымен қатар жаңа джог джинсы жасаудың артында болды. Бұл деним мен спорт шалбарларының ыңғайлы гибриді болатын. Онымен жүгіруге, билеуге және йога жасауға болады. Бірақ кейіпкеріміз жұмысшыларын ұмытқан жоқ. Құрылтайшы өте күшті корпоративтік мәдениетті қалыптастырды. Шынында да компаниядағы менеджмент өте ерекше. Иерархия іс-әрекетінің басында өзгеріссіз қалды. Мұнда мүлдем әрбір қызметкер жаңа идеялар мен тұжырымдамаларды бөлсе алды. Компанияның барлық деңгейлерінде жаңашылдық пен ерекшелік ғана жылжиды. 2012 жылы бренд өнімдерінің 40% итальяндық зауыттарда және 60% басқа елдерде шығарылады. Негізінен Германияда. Компанияның өзі өндіріске қатыспайды. Ол барлық тапсырыстарды сырттан береді. Барлық джинсы модельдері ұсынылған ең үлкен дүкен Миланда орналасқан. Ал баға саясаты сол Dior мен Gucci'ден кем түспейді. Қазіргі уақытта компанияның 20 филиалында 3000-ға жуық қызметкерлер жұмыс істейді. Европада ғана емес, Азия мен Америкада да бар. Компанияның өнімдері 5000 және бөлшек сауда дүкендерінде бар. Ал фирмалық бутиктердің жалпы саны 300 бірлікке жетеді. Жалпы табыс тек ересектерге ғана емес, балаларға да үнемі жаңартылып отыратын өнім желісінің арқасында жыл сайын өсуде. Бір ғана Ресейде бүгінде 70-ке жуық дизельдік дүкендер бар. Оның 4-еуі Мәскеуде орналасқан. Ренцо Россо бүгінде холдингтің президенті болып табылады және оның компаниялары мен ауылдық жерлердегі штаб-пәтерін басқарады. Италиядағы Венецияның солтүстігінде, ауылдың жанында. Бренд классикалық джинсы ғана емес, сонымен қатар жігіттерге джинсы мен тар джинсы да жасайды. Әрбір жинақ өзінің бірегейлігі мен әртүрлі бөлшектердің әдеттен тыс үйлесімімен ерекшеленеді. Жыл сайын 40-тан астам модель ғана шығарылмайды. Оның ішінде әртүрлі джинсы өңдеудің 100-деген түрі бар. Және біз әрбір модельдің өзіндік ерекшелігі және өзіндік айрықша сипаты бар екенін нақты айта аламыз. Шын мәнінде, дизельдік брендтің джинсы туралы шолулар өте әртүрлі. Бірақ көп жағдайда сатып алушылар бір нәрсемен келіседі. Олар әрқашан тамаша, сәйкес келеді. Ұзақ уақыт бойы киеді және көптеген жуудан кейін де тартымды көрінісін сақтайды. Бағасы әрине қымбат, бірақ сатылымда сіз әлі де жоғары сапалы және тартымды нәрсені өте қолайлы бағамен сатып ала аласыз. Ренцо Россо, американдық арман, бірнеше міндеттерді ұғымдарды қамтитын уақытқа дүниеге келген үшін бақытты болды. Соның бірі джинсы болды. Ол дизельдік бренді джинсы халат пен қарапайым мата болуды тоқтатқан кезде, олар жай ғана жұмыс формасын теккен кезде жасады. Бүгінгі күні жақсы сапалы джинсы гардероб иесінің жоғарғы мәртебесі туралы айтады. Бұл киім ыңғайлы және сәнді, немесе ыңғайлы және стильді болуы мүмкін. Дәлірек айтсақ, оны Ренцо Россо ойлап тапқан. Енді дизель бұл енгізуді қажет етпейтін атау. Бұл сөз бостандығы мен көше сәнінің көрінісі. 2018 жылы Forbes журналының мәліметі бойынша Ренцо Россоның байлығы $2,5 миллиард құрады. Бұл кәдімгі итальяндық фермадағы қарапайым жігіт үшін өте жоғарғы көрсеткіш шығар. Шын емес па? Қарапайым ауыл баласының бойындағы осы екі қасиетінің арқасында
үлкен тілегі мен еңбегінің ғажап екенін, тіпті сән әлемін төңкеріп жіберетін бұл әңгіменің тамаша тәсілі. Достар, сізге бұл сұрақты қоятын кез келген шығар. Сіз дизельді джинсидің иесі болдыңыз ба? Төменге осы джинси мен киімдер туралы жеке өзіңізге ұнаған пікірлеріңізді жазыңыз. Немесе, мүмкін ұнамаған шығар, сіздің пікіріңізді бөлу қызықты болады. Бүгінге осы бейнеге баға беріңіз және подписаться løпілін басып, Қазақ YouTube арнасын қолдай жүрейік.